Имам Абу Ханифа, имам Азам жайында ғибратты әңгімелер келеді. Барлығымыз білеміз, ол кісі үлкен саудагер болған. Саудагер болып, өте жомарт болған. Жомарттығы ерекше болған. Бір кезде бір адам қарызын, 10 мың қарызын кеше салады. Бір кезде бір адам, бір басқа ғалым, қарызға батқан ғалым қарызын өтей алмай жүреді, соған көмектесіп, соның қарызын 4 мың қарызын өтеп жүреді. Және бірнеше көп ғалымдардың, өз замандас ғалымдардың ай сайын айлығын төлейді екен. Осындай жомарт болған екен. Сонда айтады, несі дүние ақыретте де болған. Тек қана ақыретпен ғана емес, дүниесі де оған берілген. Және білім амалмен, білімі бар, және соны амал жасайды. Және байлық пен жомарттық болған. Біреулерде байлық бар, жомарттық жоқ. Бұл имамда байлық болды, жомарттық болды. Және Алла жолында жұмсаған кезде кедейшіліктен қорықпайтын адам сияқты жұмсаған. Өзіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сондай болған, бәрін таратып жүреді, ертең ойламай не қалды деп. Сол сияқты Абу Ханифа да сондай сияқты болған екен. Жаңа қорықпайды, ертең жоқ болады, түк қалмайды ғой деп бәрін жұмсайды екен. Енді білім жайында оны белгілі, оны көп айтуға болады, білімі қандай болған. Енді оны айтады, табиғин болған екен, өзі мыңдаған табиғиндермен араласқан, өз сияқты 4 сахабаны көрген екен. Сосын алған білімі негізі ұстазы Хаммад бин Аби Сулейман деген ғалым болған екен. Соның қасында 10 жыл білім алады. Сол кезде жаңағыдай ол кісі қайтыс болған кезде соның орнын басады. Сол білім мәжілісті басқарып кетеді. Содан сол білім мәжілісте ұстаз болып, мұғалім болып, сол білім мәжіліс үлкен мазхабқа айналып кетеді. Ханафи мазхабқа айналып кетеді. Ішінде үлкен ғалымдар, шәкірттер пайда болады. Абу Юсуф, Мұхаммад бин Хасан Шайбани, Зуфар, басқа да ғалымдар үлкен ғалым. Сол имам Азам, осындай шәкірттер болған үшін имам Азам деп аты қойылған екен. Сол кезде жаңағыдай көп жерден бұны көп айтуға болады. Имам Абу Ханифаның несі айтсан, ол бір кітап қой, кәдімгі айтатын. Үйде бір кітап бар, кәдімгі имам Абу Ханифа бір кітап бар. Енді мен кішкене бір мына жерде бір насихат айтқым келгені, қысқа болса бір насихат. Енді тақуалықпен байланысы болған екен деп айтады. Бәрі жай ғана былай ақыл ғана, мықты ақыл болған емес, несімен, Құдайдан қорқумен, мына шынайы немен, сонымен байланысы тіке болған екен. Енді кей кезде адамдар жай ғана білімге неге сүйенеді ғой, мынандай жағында адалдықты тастап кетеді. Шынайы былай ниетті қорқу деген имам Абу Ханифа ондай етпеген. Енді соның бір үлкен белгісі, бұл енді үлкен белгісі деп, ол түсінетін адам бірден түсінеді. Ол имамды үлкен неге мансапқа тартады екен патшалар. Қади деп мансабына. Қади деген сотты басқарасың деген, ең бірінші сот боласың деген, заңның ең бірінші адам боласың деп, шариғаттың мемлекетте деп. Сонда бас тартады, келіспейді. Соған сол Бани Умайя деген әулеттегі билейтін сұлтан патшалар, олар оған ашуланып, имам Азамды жазалайды, кәдімгі дүре соғып, зынданға отырғызып жазалайды екен. Имам Абу Ханифа бәрі көнбейді. Жоқ, маған керек емес деп қоймайды. Одан кейін екінші рет оны басқа ауысады билік, Бани Аббас дегендер келгенде әулет, олар да тура сол әрекет жасайды. Олар да имам Абу Ханифаны қади жасамақшы болады. Имам Абу Ханифа тағы да өзінің несінен қайтпайды, принциптерін жоқ, келіспеймін. Жаңағылар қайтадан тура солай жазалайды екен. Қайтадан жазалайды, дүре соғып, зында отырып, соңында Абу Ханифа өзі денсаулығы уже сыр береді, шыдамай кетеді, қайтыс болады екен. Осы жерде имам Абу Ханифа көрсетті қалай білімді де таратуда, малды да таратуда, және
адамдар қандай тақуа болу керек, Құдайдан қорқатын адам қандай болу керек, соны көрсеткен екен бүкіл жағынан. Енді бұл жерде бұл білген жақсы. Ол кей кезде бір имамдар туралы айтылады, кейбір біреу айтылмайды. Мен бір ғалым бар, тыңдайтын бір. Сол көп бір араб ғалым ғой, сол имам Абу Ханифаның көп қиссалар келтіреді. Сонда жаңағыдай айтатын көп. Енді бұны кішкене бір қысқаша нәрсе осы айтылған. Сосын білгенімізді жақсы. Бұл қазір статистика деген ол да жай нәрсе емес қой. Әрбір екінші суннит адам ол ханафи мазхабында жүр. Соны да білген өте маңызды. 45%, 50% дейді ханафи. Онда көпшілік ханафи болған, онда бір жай нәрсе емес. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көпшілік адаспайды дейді. Менің жаңа үмбеттің көпшілігі бас қоспайды адасуда. Көпшілік енді ханафиде жүрсе, яғни ол ханафи мазхаб, ол күшті мазхаб. Барлық мазхабтар дұрыс қой, күшті. Ханафи мазхаб. Бұл жерде енді кейбірлер бар, ханафи мазхаб кемсітемін дейді, қате деп айтып келеді. Сонда бұл жерде олар көпшілік мұсылмандар суннит ұстайтын мазхабты қате десе, бұл өзі ислам дінге тиіскенмен бірдей деп. Сондайда әңгіме де бар. Енді ол келісетін, келіспейтін бар, бірақ әр адам енді әрине өзі білген істейді, өзін түсінген, білгенмен жүреді. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.